Қолданушылардың көптігінен және кибер шабуыл жасалған ЕГОВ электронды үкіметі қалыпқа келтірілді. Бұл туралы бүгін Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінде өткен төтенше жағдай уақытында интернет желісі мен электронды үкімет порталының жұмысы атты брифингте ұлттық ақпараттық технологиялар акционерлік қоғамның төрағасы Әсет Тұрысов мәлімдеді. Оның айтуынша, елдегі төтенше жағдай кезінде қазақстандықтарға берілетін әлеуметтік төлемді ЕГОВ арқылы рәсімдеу үшін бір мезетте 15 миллион адам портал қызметін пайдаланған, салдарынан ақау шыққан. Ранее у нас Бұрын электронды үкімет қызметін бір мезгілде 600 мыңдай адам пайдаланатын. Ең шарықтау шегі 5 миллионға жетті. Ал 2 сәуір күні 15 миллион адамның бір сәтте портал қызметіне жүгінген анықталды. Біз 9 мен 18:00 аралығында 102 мың адамды қостық. Яғни қызмет көрсету көлемі 20 есеге артты. Салдарынан бірнеше проблема туындады. Бірақ өте қысқа уақыттың ішінде министрлік тез шешім қабылдап, электронды үкімет порталының жұмысы қалыпқа келтірілді. Айта кетейік, елде төтенше жағдай жарияланғалы бері заңды тұлғаларға 900 электрондық сандық қолтаңба берілді. Ал брифингке қатысқан Қазақстан Республикасы цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Абылайхан Оспановтың айтуынша, жалпы елімізде электронды үкімет порталы 10 миллион адам пайдаланады. Олар қызметтік 80%-ын осы портал арқылы алады. Енді бұл көрсеткішті жыл соңына дейін 90%-ға ұлғайту көзделген.